Кең болсаң, кем болмайсың. Ал бүгін бізде қайырымдылық күні. Біз бүгін Майра апамыздан, Майра апа, сәлеметсіз бе? Майра апамыздан бір телешке шайын сатып алмақшымыз. Майра апам базардың саудагерлеріне шай сатады екен. Наурызбек құттықтап, көршілермен құттықтап, қайырымдылық күнімен құттықтап. Осы шайдың бәрін тарап қойып Майра апа бүгін. Иә, тарап шай. Ал кеттік Майра апа. Мынаны бетіп тарып алайық. Оп, айналдырып алайық. Андақтан басайық. Майра апа шай ішесіз бе? Шай ішесіз папа? Тегін шай. Тегін. Печеньеңіз? Бұл жерде қазір назгүл тегін шайын беріп жатыр. Шай беріп жатыр. Шай беріп жатыр. Жақсы апа. Қойыңызды. Ақмарал кел шайға. Тауысып жатты апам шайдың бәрін. Жолда ұстап. Майра апа, у вас чай всегда вкусный. Рахмет. Астайын көтеріп қойсын, сауда жоқта. Берекесін берсін. Лимонмен бар екен да еще сізде? Рахмет. Осы шай таратып отырсыз сіздерге. Саудалаңыз жүресіз. Шайын. Аяқ киімдер сатады, көшеден алыңдар. Күші түсіреді, күшті аяқ киім әкеледі. Қаны ет алмаймыз енді? Жансай әбеді, ана жерде бір қыз бар, қалып қойды. Үйренді қош. Қанша жыл апа? 10 жылдай. 10 жыл. Базардың саудагерлері сіздің шайды күнде таңертең, иә? Таңертең кезде шектірді. Қазір нелерде саудалар болмайды. Настроениесін көтеріп. Иә, настроение көтеріп. Жақсы болды, мен де асып кетіп жатыр едім, ладно, иә. Мен де Ғаршагүл деген қыз бар, ол да шай жақсы көреді. Рахмет. Шайларыңыз көп болсын. Аумин. Екі шай алайын ба? Алыңыз, алыңыз. Күйеуіме алып кетейін. Мына апа, рахмет. 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 Ал жандарым, рахмет. Рахмет. Ас болсын. Жақсы. Халықтардың да настроениесін көтердік, саудалары жоқ еді. Негізі бірақ кісілердің сіздің сізге деген көзқарасы қарасам сіз қатты жақсы көретін сияқты. Шайымды да жақсы көреді. Күнде күтіп отырады, өзі клиенттерім бар. 10-нан бастап 20 болса 15 болады екен ғой. Тегін таратты сіздерге. 15 жыл болған ғой. 15 жыл ма? 15 жыл. Мында сатқанма 15 жыл. Бір телешкі. 10 жыл. Ана апаң күліп жатыр негізі, естіп жатырсыз, жазып жатқан сияқты. Саудаға да былай енді көптеген төзімділік керек, шыдамдылық керек. Оған дейтін кез келген адам ол саудаға жасай алмайды. Осыған енді сіздің осылай бізге келісіп, қайырымдылық жасайық деген, наурызбен құттықтайық деген бір өзімізден жерге тастамай алғыс айтамыз. Үлкен біздің кішігірім сыйлығымыз сізге. Мына гүлді алыңыз, біздің атымыздан бізге осылай келісіп, жаңағыдай шайды қайырымдылық жасап, наурызбен құттықтап. Енді сізге алдағы уақытта сауданыз жүре берсін деймін. Рахмет. Әрдайым шайыңыз дәмді болып, біздің сауда жасап жатқан апа, аға, қарындастарымыз, ағаларымыз барлығы осы сіздің шайыңызға қойып, мықты етіп жүре берсін апа. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Клиенттерім де қуанып қалды сіздердің арқаларыңызда. Рахмет. Наурыз құтты болсын.